Сіздер негізі осы алып жатқан аппараттарыңызды қолданып жатырсыздар ма? Сіздер ше? Қолданбайсыздар ма? Мен уже есімде өзгеріс бұрын қоя саласыз болды қазір ондай созасын бәлехон бәлехон болу керек негізі. Мен Арқалық қаласында практикада жүрген кезде мен Рогова деген судья әйелдің көмекшісі болдым да. Сонда ол кезде ГСК бар, ГСК-да болдым, одан кейін прокуратураға келдім, одан кейін сотқа келген кезде ең соңғы этап балабарыз келіп түсті. Сосын кім жазды десе, көршілеріне ма, әлде бір акимат деген түсігі жоқ қой бізде. Зданияға дұрыс қойылмағандығына байланысты ма, бір кісіден түсті. Танысып жатыр, сосын тапсырмалар берді ол бізге. Сен кімнен түсті? Біз мен айтып жатырмын, Чичило деген азаматтар түсті деп ше. Чичило дейді да. Чичило дейді да. Сөйтсе 15 жыл ма, 20 жыл жаңағы Чичило соттасып жүр. Бірден ұнамай қалып соттасады. Бүкіл судья аты мініп алған ғой. Әркімнің ішінде бір Чичило жату керек та. Ол кезде мен ойлағам, пәле қор ма, не пәле келді бізге. Түсіндіріп жатыр, заңның бәрін оқып алған, естіп алған ғой. Заңгер емес. Бізге түсіндіріп жатыр, мынау мен ойладым. Баламын ғой бізде. Чего, не жоқ, не жетпейді. Ол үшін дауласып, саған айталық, забор дұрыс болмай қалды ма? Акиматтан бірдеңе дұрыс істемей қойды ма, соттасады. Жол дұрыс таратпай қойды ма, соттасады. Не ашылып қалды ма, люк ашылып қалды ма, соттасады. Бәріне соттасады да. 20 жыл, 15 жыл ма, 20 жылдан бері. Барлығы біледі, бүкіл Арқалық қаласының судьясы біледі. Қазіргі барларда білетін шығар Арқалық қаласының судьялары. Енді қараңыз, азаматтық іс бойынша ғой. Сонда мен дұрыс түсінбеген. Қазір дұрыс түсінемін. Ол анау ашынып тұр да, дұрыс емес деген. Сол сияқты әркім өзіне ашыну керек. Ең болмаса жұрт бойынша емес, өзінің хақылары сақталып жатқан кезде өзінің ішіндегі чичиласы ояну керек. Фамилия сол Чичило деген. Ояну керек. Сол Чичилоны оята алмай жүрміз ғой біз.